Бүгін балалардың өте жақсы көретін сосиски тесте дайындаймыз. Ең алдымен тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды салып, жылы сүт құйып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, үстіне қаймағымызды салып, тағы да араластырып, бір жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Ұнымызды илегіштен өткізіп алып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымызды илеп, үстіне шамалы сұйық май қосып, жақсылап араластырып, 30 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды жұқа қылып жайып алып, ұзын-ұзын қылып кесіп алып, сосискемізге орап шығамыз. Барлығын орап, алдын ала дайындап аламыз. Сосиски тестеміздің формамызға салып, бетіне жұмыртқа жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Сосискеміз өте дәмді, жұмсақ